сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. 12 маусым жалпыұлттық аза тұту күні. Қазақпарат мемлекет басшысы Семейде орманшылардың отбасы жақындарымен кездесуде ертең 12 маусым елімізде қаралы күн жарияланатынын жеткізді деп хабарлайды Қазақпарат. Семей. Осы қайғылы жағдайда кінәлілердің бәрі заң бойынша жауапқа тартылады. Дүйсенбі күнін еліміз бойынша жалпы ұлттық аза тұту күні деп жарияладым. Біз қаза тапқан азаматтарды еске аламыз. Сабыр сақтап бекем болыңыздар. Құқық қорғау органдары мен министрліктер тарапынан болсын, барлық сала бойынша тиісті шаралар қабылданады. Қазір кеңес өткіземін. Бұл жағдайдан міндетті түрде тиісті қорытынды шығарамыз, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазақпарат. Әнші Димаш Құдайберген Абай облысындағы алапат өртте орманшылардың қаза болуына байланысты көңіл айтты. Семей орманы табиғи резерватындағы өрт салдарынан қаза тапқан орман шаруашылығы қызметкерлерінің отбасына және барша дүйім жұртқа қайғырып көңіл айтамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, алапат өрт тезірек тоқтасын, деп жазды Instagram парақшасында. Еске салайық, Семей орманы резерватында өрт 8 маусым күні шыққан болатын. Абай облысы әкімінің орынбасары Дмитрий Гариковтың айтуынша, өрт 2 рет түскен найзағайдың тұтанған болатын дейді. Тілсіз жауды ауыздықтауға жұмылдырылған 14 орманшы қаза болды. Барлығы мемлекеттік наградаға ұсынылды. Семей орманындағы өрт фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 3 ауылдың тұрғындары қауіпсіз жерге эвакуацияланды. 10 маусым күні түсте жалын шарпыған аумақ 60 мың гектардан асып кеткені хабарланды. Кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Абай облысына барды. Мемлекет басшысы орман алқаптарындағы өрт сөндіру жұмыстарымен танысып, шұғыл әрекет ету штабының отырысын өткізді және өрт кезінде қаза тапқан орман шаруашылығы қызметкерлерінің туыстарымен кездесті. 12 маусым Семей орманындағы алапат өрттен қаза болғандарды аза тұту күні болып жарияланды. Бүгін Абай облысының полициясы тракторымен өрт сөндіруге кеткен тағы бір адамның іздестіріліп жатқанын хабарлады. Абай облысында эвакуацияланған тұрғындардың үйлерін полицейлер күзетуде. Қазақпарат. Абай облысындағы алапат орман өрт қауіпінен эвакуацияланған ауыл тұрғындарының үйлері мен жеке мүлкі полицейлердің қарауында. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақтоты Боранова мәлім етті деп хабарлайды. Абай облысындағы жағдай әлі де күрделі. Тәуекел аймақтарында төтенше жағдай қызметкерлерімен бірге полицейлер және ұлттық ұланның қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Өрт аумағынан көшірілген елді мекен тұрғындарының үйлерін, жеке мүлкі мен шаруашылық қожалықтарын тәртіп сақшылары күзетуде, деді Ақтоты Боранова Ішкі істер министрлігінде өткен брифингінде. Оның айтуынша, бүгінгіде Абай облысының Бородулиха ауданына қосымша күштер жіберілді. Тәртіп сақшылары көліктер қозғалысын ұйымдастыру және реттеу, сондай-ақ төтенше жағдай режимі талап сақтауды қамтамасыз етуде. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар жалғасып жатыр, дейді ол. Бұған дейін Абай облысындағы өртке байланысты қанша және қандай ауыл тұрғындарының эвакуацияланғаны туралы хабарлаған едік. Еске салайық, Семей орманы резерватында өрт 8 маусым күні шыққан болатын. Абай облысы әкімінің орынбасары Дмитрий Гариковтың айтуынша, өрт 2 рет түскен найзағайдан тұтанған. Тілсіз жауды ауыздықтауға жұмылдырылған 14 орманшы қаза болды. Барлығы мемлекеттік наградаға ұсынылды. Семей орманындағы өрт фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 3 ауылдың тұрғындары қауіпсіз жерге эвакуацияланды. 10 маусым күні түсте шарпыған аумақ 60 гектар жерден асып түсті. Абай облысында орман өртін сөндіруге кетіп, із-түзсіз жоғалған тағы бір адам іздестіріліп жатқаны туралы ақпаратқа полиция департаменті түсінік берді деп хабарлайды. Егер сізде Архиповтың
орналасқан жеріне қатысты қандай да бір ақпарат болса, онда 102 нөміріне немесе жақын маңдағы полиция бөлімшесіне хабарласуыңызды өтінеміз делінген Абай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан мәліметте. Департамент мәліметінше тұрғынды іздеу іс-шараларына ведомствоның жеке құрамы жұмылдырылған. Сонымен қатар оның тракторын табу үшін әуеден де шолу жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, Инстаграмдағы парақшалардың бірінде Сергей Архипов облыс аумағындағы өртті сөндіруге көмектесу үшін трактормен шығып кетіп, із-түзсіз кеткені туралы ақпарат тарады. Ол соңғы рет 9 маусым күні хабарға шыққан болатын. Кеше қатты түтін шығып, әкімдік төтенше жағдайлар қызметкерлерімен бірге бізді эвакуациялады. Эвакуация жақсы өтті. Бізді автобуспен Семей қаласына жеткізді. Мұнда өрт аяқталғанша күту үшін қажет нәрсенің бәрі бар, дейді Бұлақ ауылының тұрғыны Жиенгүл Құрмашева. Бүгінгі таңда Семей қаласының 3 эвакуациялық пунктінде Талица, Полывенки, Бұлақ ауылының тұрғындары 150-ге жуық адам орналасқан делінген Абай облысы әкімдігінің мәліметінде. Қалада барлығы 9 эвакуациялық пункт жабдықталған. Олар қажет болған жағдайда 800-ге жуық адамды қабылдауға дайын. Қауіпсіз жерге көшірілген тұрғындар азық-түлікпен және бірінші кезекте қажетті заттармен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар табиғи апат аймағында қалған адамдар өрт болған жерде әкімдік волонтерлермен бірлесіп тұрғындарға жан-жақты көмек пен қолдау көрсетіп жатқанын айтуда.